даусым жақсы шығып тұрса, тездетіп бастай қояйық. Енді жалпы бірінші сұрақ, запись бастым ғой. Бірінші сұрақ ол электролиттер. Электролиттер дегеніміз ол қышқылдар, тұздардың ерітінділерінің айтамыз. Қышқылдар, негіздер, тұздар. Основном солар жатыр. Сонда жауап қайсы болады? Тұз қышқылы. Тұз қышқылы. Дұрыс. Егер бізде мыс гидроксиді балқыма күйінде болса, онда біз кешіріңіздер, неге жазылмай жатыр десем. Қосылды. Ал тұз қышқылы, одан кейін 2 пи байланысы бар қосылыс. Жалпы пи байланысы мына жерде оттек, хлор, сутек тобын бар ғой, мысалға хлорма, хлордың тобы нешінші топта орналасқан? 7-ші топ, жан-жағында 7 электрон болады. Былайынан 7 электрон болады. Сондықтан жұптаспаған ол жерде бір ғана электрон, сондықтан бір ғана байланыс болады. Екеуінде де бір электроны боласын. Сондықтан бұл байланыс, бізде негізгі байланыс, ол сигма деп аталады. Бізде қосымша екінші байланыс болса ғана, онда пи болады. Значит, хлор ол жерде жауап емес. Мына жерде суды белгілеген екен, мысалға H2O-да бір оттек, 2 сутек бар, әр оттек 2 валентті, сутектер 1 валентті, немесе валенттілігіне қарауға да болады. Ол кезде екеуінде бір сигмада, значит, 2 сигма болады су молекуласында. Ал бұл жерде азот жауап болады, себебі азот нешінші топта орналасқан еді? 5-ші. 5-ші, значит, жан-жағында біртіндеп салуымыз, 5 электрон болу керек. 4-еуін салдым, енді біреуін жұптастырам, Жұптаспаған бізде нешеу бар? 3 бар. Значит, ортасындағы бізде сигма, қалған 2-еуі қандай байланыс болады екен? Пи байланыс болады. Сонда бізде Е жауап болады екен. Келесі, гимнастикада қолданылатын ақ түсті борпылдақ ұнтақ. Бұл жерде магнезия әрине дұрыс. Бұл анау штангистер қолын тайып кетпеу үшін қолданатын магний сульфаты. Магний сульфаты, ол магнезия деп аталады. Магнезия деген жауап болмаса, магний сульфатын белгілейсіздер келесі жолы. Ең тәтті көмірсу, ол фруктоза, ол дұрыс. Одан кейін қаныққан карбон қышқылдары карбоксил тобына байланысты. Карбоксил тобы деген бізде SOOH, осыған байланысты қалай жіктеледі? Мына жерде қалай жіктелетін, білмей жатқан болсаңыз, қаныққан-қанықпаған, ароматты деген сияқты 3 түрі болуы мүмкін. Қараш, қанықпаған көп негізді де бір-біріне сәйкес емес, қаныққан бір негізді деген сәйкес емес. Жалпы сәйкес болғанда қаныққан-қанықпаған болады. Қанықпаған, ароматты дегендер келе бермейді. Сондықтан бір негізді, көп негізді. Мысал келтірейік. Мысалға, ең көп кездесетін карбон қышқылы сірке қышқылы, ол бір негізді, ал бізде мындай да бар. Яғни осы карбоксил тобының 2-3-і қымыздық қышқылы. Қымыздық қышқыл. Қымыздық қышқыл бізде көп негізді карбон қышқылдарына жатады. Значит, осы карбоксил тобының біреу немесе бірнешеуі болғанына байланысты бір негізді, көп негізді бола алады екен. Полисахаридтер. Жалпы көмірсу. Егер сіздер органика көрген болсаңыздар, көмірсулар 3-ке бөлінеді. Моносахаридтер, дисахаридтер и полисахаридтер. Полисахаридтерге бізде екеу жатады. Ол целлюлоза және крахмал. Бұл целлюлоза мен крахмал бізде ағашта кездеседі. Крахмал тағамда қолданылады, білесіздер ғой.
Картопта, жүгерде. Иә. Ал бізде дисахаридтерге ол кім жатады? Малтоза, лактоза, фруктоза. Лактоза, Ай, мальтоза, сахароза. Дұрыс галактоза. айттың. Осыны сақтап алу үшін мен мынандай айтамын. Мальта деген жер бар ғой. Немесе Малайзия бар. Мальтада лакте іші, сахар қосып, лакте іштім дейді. Сахароза, Лактоза, малтоза. сахар қосып, лакте іштім десең, уже все. Бір сөйлеммен ақ дисахаридтер сақтап алуға болады. Сондай сияқты, мына жерде кім бар? Моносахаридтерге глюкоза, фруктоза, сосын галактоза бар. Галактикада глюкозамды көбейту үшін фрукт жедім деген сияқты бірдеме қалып алуға болады. В общем, сондай есте сақтауға обязательно сондай бір нәрселер қарастырып жүріңіздер деп жатырған ғой. Жақсы ма? Мән беріп дейсің. Келесі, судың тұрақты кермектігін жою теңдеуі. Бұл жерде уақытша кермектікті жою үшін, уақытша деген, уақытша ғой енді, түсінікті. Уақытша кермектік жою үшін суды қайнатуға болады. Мысалы, мынау қайнату процесі. Немесе сілті қосуға болады. Мынау кальций гидроксидін қосу, мен жай ғана қайнатып ыдырату, бұл бізде уақытша кермектікке жатады. Ал тұрақты кермектікке ол тұз қосу. Мына жерде де қайнату процесі болып жатыр. Натрий карбонатын қосу керек. Тұрақты кермектік үшін натрий карбонатын, сонда Д жауап болады. Иә, түсінікті ма? Иә, келесі, натрий әрекеттеспейді. Біз білеміз. Я 8-ші топта не то, что натрий любой затпен ион әрекеттеспейді. Главное сол. Одан кейін бөлме температурасына мыс әрекеттеседі. Ну, бөлме температурасында бөлме температурасы оңай әрекеттеседі. Бұл мен кітапшамда жазылған, или там чек-листерде болуы мүмкін, білмеймін. Қалған заттармен қыздырып қана әрекеттесе алады. Аммоний ионда сапалық реакция. Біз білеміз, күмісте хлор сапалық, күміс хлориді болатын. Там барий сульфаты, барий SO4 болатын, не? Ал аммонийға сапалық, ол бізде NH3 аммиак газы бөліну керек. Сапалық болған кезде аммиак газы бөліну керек. Білді ма? Ал бізде мысалға карбоксил мынандай ионға -2, осы карбоксил тобына бізде сапалық болады СО2 газы деген сияқты 2 газ бар. Именно аммоний ионына аммиак. Сонда бұл жерде бөлінеді. Аммиактың өзі реагент жағында тұрмау керек қой. Бізде сапалық өнімнен кейін шығу керек. Онда ол емес жауап. Мына жерде жай ғана NH4 SO4 плюс H2O бөлінесі бар, ол емес жауап. Сонда мынау жауап болады. Я, калий хлор плюс H2O. Аммоний хлориді, аммоний гидроксиді. 3 зат түзіле алады. NH4OH деп жазуға болады, немесе бұл нәрсе NH4OH бізде су мен аммиактың қосындысы, С жауап болады. Сіздер бір нәрсе жазып жатырсыздар ма, мен көрмедім. Қайтымсыз реакция. Бізде қайтымсыз реакция қайтадан қайтып бара алмайтын, уже өнім до конца жүріп кеткен нәрсені айтады, до конца. Мына жерде сутек пен хлорды қосып H хлор алынады, и қайтадан обратно олар алынады. Көп жағдайда гомогенді реакциялар қайтымды реакцияларға жатады. Мынау қайтымды, мынау қайтымды, және мынау қайтымды. Сонда бізде қойды жауап қалды. Қайсы деп ойлайсыздар? В болады, апай. Д бола ма, апай, Д? Ой, Д болады. Сутегі ыдырамайды ғой. Қайталап. Иә, негізі натрий фосфатына тұз қышқылын қайтадан қоса аласың ғой, да? Иә. Ендеше ол қайтатын реакция. Ал су бөлініп кетсе, ол газ күйінде ыдырап кетуі мүмкін. Иә. Келесі, өрт сөндіргіш баллондарда қойылатын концентрлі ерітінді ол сульфат, H2SO4. Күкірт қышқылы. Бұны сіздерде кітаптарда бар өрт сөндіргіш. Негізі өртті сөндіретін СО2 газы.
осы СО2 газы өртті сөндіреді да, көмірқышқыл газы. Бірақ көбісі осыға сәйкес, ана қалғандар бәрінде СО2 бар ғой, СО2 газы өртті сөндіреді, значит, сол жауап болып қалатын шығар деп шатасуыңыз мүмкін. Бірақ ол баллонның үстінде кішкентай ғана бір не болады, сұйықтық құйылатын жер болады. Оған күкірт қышқылы ерітіндісін ғана құяды. ДНК-ның құрамына кірмейді, ол урацил. ДНК-да тимин болады, Аденин болады. деген барлығы кіре алады. Урацил. Ал урацил бізде РНК-да болады, Иә. РНК-ның құрамы. Есімедім. Түсінбей қалдым. РНК-ның құрамында болады. Иә. H3, SOH. Мынау кірмейтін дегесін, ол жауап болады бізде урацил. Иә. HCOH, иә? Ой, SH3, SOH, ацеталь дейді қой. Алпыс бола алмайды. Онда бұл алпыс емес, бұл сірке қышқылы емес, сірке 44 шығады. Иә, 44. 1,15-ге көбейтеміз. 1,15-ті 44-ке көбейтесің, 66 болмай ма? 66 болады, Д болады. Сілті ерітіндісімен әрекеттеспейді. Біз білеміз, әрекеттеседі. Дұрыстап оқиды, сондай жерлерінде оқушылар қателесуі мүмкін. Алюминий ме, апай? Алюминий, конечно, алюминий. Себебі қалған даусын жақсы Пассивті металдар. Иә, металдың командасы бізде бар. Металдың оксиді, металдың гидроксидтері, металдың өзі. Осы команда ешқашан бір-бірімен әрекеттеспейді. Но алюминий, мысалға, сол сияқты бейметалдың командасы да бір-бірімен әрекеттеспейді. Екі команда деп бөлетін едім ғой мен. Но екеуі де әрекеттесе алады екі дайлы элементтермен. Сондықтан сразу алюминий дейміз. Екі дайлымен әрекеттесе алады, но бір-бірлерімен әрекеттеспейді. Өз командасымен әрекеттеспейді, но бір-бірлерімен әрекеттесе береді. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы, значит, ауаның емері біз жатқа білеміз 29, оны көбейтеміз осыған. 54 болады, апай. 54. Значит, 54. Жауаптан қарасам, алкиннің атауы. Бұлай істесек болады, CnH2n, алкинден қалай болады? Минус N. Минус 2 тең 54. Значит, мыналарды емерлерін орнына қойып 12n плюс 2n 2n минус 2 тең 54. Очень екі болады, апай. Тең 54. 4-ке тең болады. 2, да? 52n. N тең 3 па? 52-ні 14-ке бөлсек, иә. 3 болады. Значит, пропен, да? Апай, 3-те 7, да? 4-те баламыз, да? 3-те 7 ма, точно? Иә. Бутин болады ғой. Тоқта, онда бутин. Ана минус 2 ана жаққа плюс 2 болып өтеді, ой, апай. Иә, бутин болады. Ой, иә, кешіріңіздер, 56 болады. 56-ны 14-ке бөлсек. Бутин болады. 4 болады сонда. Болады, апай. 4-ні 3 болады. Бутин 2. Бутин болады екен, иә? Бутин 2. Бұл жауабы екен. Сіздердің нелеріңізге байланысты. Есептеп осылай не істеп отырыңыздар, ема? Мен басым айналып отыр ғой, что-то. Сонымен, хлор 3 алу үшін жұмсалатын хлордың массасы, мына жерде нормальный реакция жасап қойыпты. Походу дұрыс сияқты. Иә? 275 болады, апай. Фосфор хлор 27-де 5 үстіне қойылған. Осыны алу керек, хлордың массасы x грамм. 3 көбейтілген 71, е? Ал мұны 2 көбейтілген 275. 275? Жақсы, 2000 көп. Апай, 2-ні алып тастай салдыңда. Жарайды. Ау. Менде осыны жаңа ұстырған шығарып көрбедім, 21-де 3 грамм шықты. Я, онда x-тен 21-де 3 болған, е? Тура осы жолмен ғой? Иә. Апай. Жауабы. Бұл жерде пропорцияны барлығы табылады деп ойлаймын, бұлай көбейтіп. Бірден шығаруға да болады. Сіз айтқандай. Болады. Енді қараңыз.
көлемі 5-6 литр көмір қышқыл газын алу үшін, СО2 алу үшін 5% ізбестаз деген бізде кальций карбонаты, кальций О шығады. Мынау бізде 5-6 литр көмір қышқылы, ол литр болғанда 22-де 4. біз ізбесті X деп табамыз 100-бен. Сонда неше шығады? 25 Бізде айтып тұр, 5% қоспасы барын тап дейді. Бізде 25% ол 23-те 75. қоспасы болғанда біз 100% деп аламыз, Аха. 0-де 95-ті көбейтеміз. Осындай 26-та 32. 31, 23-те 75 болады. Болады апай. Жауап па? Жарайды. Жақсылап есептеп алыңыздар, если қате жібергендеріңіз болса. Қараңыздар, көбінесе ойлаңыздар, таза зат шығады, және химияда любой зат таза затпен есептеледі. Біз X-ті тауып алдық, значит бізде таза зат шығып тұр деп не істеуге болады. Сосын ол жерде тағы бір нәрсе бар. Мына жақты, реагент жақты есептеп атқан кезде 100% табу керексің. Ал өнім жақты есептеген кезде біз ол затты 100% деп аламыз. Сол нәрсені шатастырмаймыз, жақсы ма? Сонда реагент болса, біз төбесіне қоямыз ғой, процентін. Сол проценттің төбесіне қоясында 100% әрдайым табасың, реагент болса. Түсінікті апай. 3 моль метан 1000 градуста. Метан 1000 градуста ол көмір шығады. Ацетилен H4-тен көміртекпен сутек шығады, 1000 градус болса. Ал бұл жерде 1000 градус, значит ацетилен шығады. Ацетилен. H2. Реакцияны теңестіремін. Теңесті ма? 3 моль метан. Табу керек. Ненің көлемі? Түзілген газ. Q-де ғой. Мынау X, мынау X. X1, басқаша. 108 болады ма? 108 апай. Апай екеуінен де 36. 2 қосылған. Кішірейтемін. Жақсы. Бірінші X-тан қанша моль шықты? 1 болса, мына жерден бірінші X-тан қараңыздар. 3-ті 1-ге көбейтесің, 2-ге бөлесің. Біріншіден 1,5, 36, X екіншіден, надан 3-ті 3-ге көбейтесің, 2-ге бөлесің. 4,15. 3-ті 3-ге көбейтесің, 2-ге бөлесің. 4,15. 4,15 пен 1,5-ді екеуінде 22-де 4-ге көбейтсек болады. Біріншісінде 100-8 шығады апай. 4,15-ті 22-де көбейткенде 100-8 шығады. 100-8, екіншіден 2-де 33-де 6. Екеуін қосқанда 134-де 4. В жауабы. Не болмаса сразу X литр деп тапсаңыздар болады, проблема жоқ. Яғни жерде 4 деп қосып. Просто дәуді болғасын бұқылап кетті. Есеп түсінікті болды ма, әлде сұрақ бар ма? Жоқ апай, түсінікті. Түсінікті апай. Қай заты суда ерімейтін, суда ісініп, глистер сияқты ағысты ұнтақ зат дейді. Енді жалпы сондай қасиетке ие. Жарайды, біз целлюлозаларды алып тастадық. Одан кейін А заты гидролизденгенде В заты түзіледі, ол В затынан сүт қышқылы шығады. Сүт қышқылы бізде только кімнен шығады? Глюкозадан. Значит, екіншісі глюкоза, одан Е болам апай, глюкоза. Салташон обестен аламыз ғой глюкозаны. Аха. Енді қараңыздар, 21-ші сұрақ. Мына зат бензол сақинасы, одан кейін 2 көміртек бар. Жалпы С8 болып тұр. С8 болса, ол не ол бізде? С8-ден басқа. Не болмаса, этиленде 2 көміртек. Хлорпрен деген сөз,
Мынандай ғой, без көміртек саласың, сосын екіншісінде хлор бар. Значит, мынада хлор жоқ, ол емес. Одан кейін Пропилен. полипропиленде 3 көміртек. Поливинил хлорид деген сөз. Винил деген 2 көміртек бар, біреусінде хлор бар. Винил Хлор болған этиленнің хлоры бар зат. Екіншісінде біреусінде хлор бар. Поливинил хлорид жатпайды. Фенол формальдегид, фенолда салты H5, но формальдегидте SOH да. HCOH. Значит, осындай зат болу керек. Ондай жоқ қой, оттегі жоқ мүлдем. Фенол формальдегид. Тефлон деген бізде CF2 мен CF2. Тефлон деген. Ол емес. Полистирол. Полистирол H болады. Полиметил метакрилат деген. Енді бар, бірақ ол жауап емес, Не, полиметил метакрилат, егер сенде білмей жатырсан, міндетті түрде қарап кетіңіз. Қазір мына жерге мен примерно жазып кеттім, Значит, метил радикалы бар, сосын крилат деген қандай болады. Міндетті түрде осылардың әрқайсысын формулаларын бір жазып алыңыз. Сосын олар термопласты және термореактивті болып екіге бөлінеді. Қайсысына жатады? Обязательно міндетті түрде осы жөнінде бір қарап кетіңіздер. Теория ғой, барлығы. Сонымен мына жерде полистирол болды. Фенолдан алуға болады. Нені? Айтып тұр. Толол ма? Фенол формальдегид. Фенолдан алынады. Жалпы фенол әрекеттеседі броммен. 3 бром фенол. Темір хлоришпен. Одан кейін азот қышқылымен. 3 нитрофенол шығады. Одан кейін формальдегидпен. Сосын жанады. Болды. Глицерин, толол, капрон, гексанол, нитробензол дегендер алынбайды. Нитробензол мысалға бензолдан алыну керек. Бензолдың өзі алынбайды. Тікелей алынбайды, но бензолдың натрий бензоляты алыну мүмкін. Бензол деген андай сақина ғой. О натрий деген зат алыну мүмкін. Ал о натрийде кейін бар бензол алыну мүмкін, да? Өзінен тікелей алынбайды. Негізі фенол туралы органикада сабағым бар. Сол жерде химиялық қасиеттері обязательно айтып кетемін лекцияларында. Білу керекпіз, байқап отқан шығарсыңдар. Химиялық қасиеті алынуы бізде өте маңызды нәрселер. Негіздер түзіледі. Негіз түзіледі бізде Натрий гидроксида. Натрий гидроксида ашек. Мына жерде жоқ. Мына жерде су бөлінді. Жауабы болады, С жауабы болады. Қалғанында көріп тұрған жоқ. Болды ау дейм. Қалғанында керегі жоқ. Өте тез сөйлеп жатсам айтыңыздар. Жоқ, апай, нормально. Тотықтырғыш болып әрекеттесетін заттар. Тотықтырғыш болу үшін бірінші мен азот сумен әрекеттескен вряд ли келе бермейді. Бірақ сутекпен әрекеттесіп көрейік. N2. Екеуін қосасың, NH3 шығады. Бізде 0, 0 және мынау -3, мынау +1. Өзгереді. Азоттың өзгерісін жазады. Именно. -3-ке, -3-тен 0 шығады. Не істегенде? +3. -3 электрон бірдеңе. -3 қосқанда ғой, -3 +3 0. Қосқанда апай. Значит, қосу бізде не қандай зат? Бірдеңе қосып тұрса. Тотықтырғыш. Өзі тотықтырғыштен қысқа, сондықтан ол қосқанды жақсы көреді деп сақтаған жоқпыз ба мінезді, Значит, қосу. Значит, ол 0-ден -3-ке өзгере алатын қасындағы заттарын табайық. Мысалға, сутек бізде қараңыз 0-ден плюске өзгеріп тұр, сутек. +1-ге өзгеріп тұр. Значит, бұл жерде керісінше минус болады. Сондықтан, мына жерде кальций 0-ден плюске өзгереді. Потом
лития 0-ден плюске өзгереді. Яғни мен сутектің плюс заряд, то есть керісінше, дұрыс. Сутектің плюс заряд екенін байқағандықтан, уже плюс зарядтары бар қосылыстарды іздей бастадым. Түсінікті ма? Түсіндік па осыны? Яғни плюске қарай өзгеретін. Болмаса қосып көрсеңіздер болады. Кальций плюс N2 десеңіз, кальций 0-ден плюске өзгермейді по-любому. Сондықтан ол минус болады, екінші азотымыз плюс жағдайға ауысады. Обязательно ол тотықтырғыш болады. Қалғанда, мысалы, оттекпен ол тотықсыздандырғыш болады деген сияқты. Көмірсутектердің табиғи көздері. Органикада біз көмірсутектердің табиғи көздері деп үлкен 3 нәрсе өтетін едік. Ол мұнай, табиғи газ, тас көмір, көмірсутектердің табиғи көздері немесе табиғи қорлары деп тақырып өтілетін еді. 3 тақырып сұрап. И видно, что табиғи екені басқаларына қарағанда. Алынатын ше, бірдеңені өңдеп алынбайды ғой. Құрамында бензол ядросы бар нәруыздарға концентрлі азот қышқылымен түс беретін реакция. Жалпы түс беретін реакциялар гидролиз реакциясы болады, бірақ түс бермейді. Сосын денатурация бұзылуы, ол түс бермейді. Ксантопротеин және биурет реакциясы. Осы екеуі. Енді осы екеуінің азот қышқылымен реакциясын қайсысы не деп аталады? Бізде биурет мыс гидроксидін қосу, ал ксантопротеин азот қышқылын қосу. Және ол жерде сары түс береді. Бұны қайда айтам? Белоктар нәруызы деген органика тақырыбы бар. Сол жерде кестемен сызам, ксантопротеин, ол сары түс, оған азот қышқыл қосылады. Мынау биурет, ол осындай күлгін түс, оған кальций гидроксиді қосылады. Мынау қара түс деген сияқты кестеге сызып көрсетемін, жаттап алуға ыңғайлы. Сондықтан ол сабақты көріп алыңыздар. Одан кейін азот қандай қосылыста теріс тотығу дәрежесін көрсетеді? Видно. Минус көрсететін ба? Қасындағы плюс болса, калий 3 азот С болады апай. С болады. Аш жатам апай, аш. Одан кейін Аш болады. Аш болады. Қалған жатпайды ғой деймін. Қалған бәрі плюс. Дұрыс айтасыздар. С және H. Одан кейін гидроксил тобымен байланысқан бір атомда көп атом. Біріншілік бір атомда көп атом бола ма? Гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомдар табиғатына байланысты спирттер бір атомды және көп атомды деген екі түрі бар. Көп атомды спирттерге ол этилен гликол мен глицерин жатады, немесе 3 атомды спирт жатады. Глицерин. Пропан триол жатады, немесе сондай қылып айтуға болады. Ал бір атомдыға бәрі жатады, метанол, этанол. Келіспеді. Одан кейін мына екі есеп шығарайық. Тұз қышқылымен қышқылым алюминийді әрекеттестіре ма апай? Алюминиймен тұз қышқылын қосасын. Алюминиймен. Сутекке дейінгі металдармен әрекеттеседі. Алюминий хлориді плюс H2 шыға ма? Одан хлордың алдына 6 болады. 2,4 мынау болса, 2 көбейтілген 27. Нені айтып тұр? Бізде нені тұрап тұр? Сутек, апай, сутек. 6-да 72. 67-2. 6-да 72. X осындай тең. Уже шықты. Енді ол бізде 75% шығамы бар. 75%. Значит, осы зат бізде өнім сұралып тұрғандықтан, бұл затын 100 болады да, керісінше 75%-ын табасыз. 5-4 табай, 5-4 бола ма? 5-4 болады. Осы жерде шатасыз кететін болсаңыз, мысалы, оның 75, анан 100, оны да жауап болуы мүмкін. Сондықтан, онда жауап жоқтен, 8-96. Өнімде обязательно сол затты 100% деп аласың. Мына жерде 1 килограмм әктасты өртегенде осы реакция бізде өте көп кездеседі және кездесе берсін, 30-да кездесін, осындай реакция.
иә апай ең оңай реакция ғой 1 килограмм ол бізде 1000 грамм. 1000 грамм Мың. антигаз, 300 шығым бар, иә? Жарайды, шығымды артынан. 1000 грамм. 300 Вт Сосын априятка. қатты өнім бізде екеуіне, мынау газ, значит, екіншісі қатты ғой. 56. 100, мынау 56, значит, бұл жерде 560 шығады, да? 500 Ал 560-тың 90 бізде өнім болғандықтан ол 100%. 504 бола ма апай? 504 болады апай 504 апай. Қайда ол? Ана. е болады жауабы. Е жауап. Все, бітіп қойды ғой. Тағы бар еді, иә, қазір жолдап жөнейін. Поискрим жасалаш. Аха. қалатын шығар сабақ Ой, то есть сохранить кетіп қалды. Создать слайд қазір. Соңғысы бар еді. Үлгермейтін шығарым деп ойлағам негізі. Үлгеретін болсақ, контекстті орындап жүрейік, иә? Салмай қойын, үлгермейтін шығарым деп ойлаймын. Бастадым, да? аммиак өндірісі Аммиак өндірісі. бірден жауабын жазып кетеміз апай Иә, түсіндіріп сразу жазып кетейік, иә? Мына жерде көрініп тұр. Егер ше, ұмытпаңыздар, дельта H ол бізде минус заряд болатын болса, онда Q плюс деген сөз. Плюс Q бола ма апай? Иә. Значит, мына жерде плюс Q болып жатыр деген сөз. Бізде плюс Q болса, біз жылу көп болса, жылу плюс болып жатса, бізде төмендетеміз. Қысымды артып жоғарлатамыз, а? Иә, дұрыс айтасыз. А жауабы төмендетесіз. Қысымды почему жоғарлатасыз, өйткені мына жақ 4, мына моль жақ болған моль екен саны 2. Моль саны қай жағында аз бол сол жағында сол жаққа барады жоғарылайды, иә? иә Одан кейін аммиакты синтезлеудің проблемасын шешім осы жерде жазылған шығар. апай бар ана тұр ғой бұл төменгі температурада Өршітті қолданады, иә? Өршітті қолдану. Одан кейін мына жерде деп тұр. Жалпы мынау туралы қайтымды плюс Q болғасын. Не қандай? Экзотермиялық, эндотермиялықты алып тастаймын. Одан кейін қайтымды, газ болғасын, гомогенді, және қайтымды гомогенді деген бар ма? Бар, иә? катализдік емес Одан кейін катализдік. Апай, да бола ма? Қолданады өршітті. Қайтымды гомогенді катализдік. Д жауабы. онда да болады Жауап болады апай. Иә, өршітті қолданады. Д жауабы. иә Бұл процесті Габер деп айтады. Иә, Габер, ол так осы процесс қой. Енді 220 грамм азот, метр куб. Мына 220 метр куб болса, менен табу керекпіз. Аммиактың массасы. Не істейміз? Мынаған 220-ның астынан 22-де 4, ал аммиактың астынан x грамм. 2-ні 17-ге көбейтсек, 34 x грамм. Тағайықшы 34-ті 220-ға көбейтіп, 22-де 4-ке бөл. 33 334 болады апай 334 жоқты. Килограмм ба, грамм ба? Если метр болса, онда ол килограмм болған. Если ол жерде литр болса, онда грамм болған. аммиактың айырылуы бола ма түзілуі Түзіліп тұр ғой, соңында. Аммиак түзілуі және 334 килограмм. иә Сұрақ бар ма? Түсінікті ма жалпы? Мына жерде өтірік істеп, тез шығарғасын түсінбей алған жоқсыңдар ма деген ол? Жақсы, онда келесі өтем. Тепе-теңдік жүйедегі концентрациясы 3 есе азайса, значит, азайса, концентрация мына жақта, реагент жақта аз болса, сол жаққа қарай ықсат. Концентрация азайса, значит, оңға емес, солға ығысады.